Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қасиетті Құранға құрмет көрсету, Аллах Тағала сансыз мадақ болсын. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Құран-ы Кәрим Аллах Тағала тарапынан түсірілген, үкімі қияметке дейін жалғасатын адамзат баласы үшін тура жол нұсқаушы ретінде берілген ұлы сый. Аллах Тағала бұл жайында Нахл сүресінің 89 аятында айтады: біз саған әр нәрсені баяндайтын және мұсылмандар үшін тура жол, мейірім және сүйсінші ретінде Құранды түсірдік деп айтады. Бұхар жырау бабамыз болса: Тәңірім сөзі Фурқанды айт, кәләм Аллах Құранды айт, Тәңірім салса аузыңа жан жолдасың иманды айт деп қасиетті Құранның Аллах Тағаланың ақиқат сөзі екендігін, ақ пен қараны, шындық пен жалғанды ажыратушы Фурқан кітап екендігін айтады. Хаким Абай Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деп Аллах Тағаланың өзі және сөзі рас ақиқат екендігін айта келіп, тағы бір өлең шумағында: рас пен таласпа, мұъмин болсаң, ойла, айттым адамдық атын жойма дейді. Шынымен де Құранның ақиқаттығын мойындап, оны құрметпен, оған шынайы махаббатпен еретін болсақ, Құран жан дүниемізді байытып, жоғарғы адамдық қасиеттерге тәрбиелеп, рухани кемелденуімізге жол ашады. Аллах Тағала Құран кітабын рух деп атап былай деген: Мұхаммед, саған осылайша әмірімізден бір рух Құранды уахи еттік деп Шура сүресінің 52 аятында айтады. Себебі рухтың денеге өмір сыйлайтындығы сияқты, Құран кітабы да адамның жүрегіне өмір сыйлап, оны екі дүние бақытына жетелейді. Құранда адам баласының ақылы мен рухына, тіпті барлық сезімдеріне қажет нәрселер түгел қамтылған. Құранда жеке тұлға, қоғамдық, рухани һәм ақыреттік ғұмырға тиісті қажеттіліктің тұтасы болғандықтан, ол дертке шипа, жанға дауа кітап. Құран негіздері пенденің толық адам шыңына қарай қанат бітіріп, һәм нәпсінің тізгінін тартып, рухтың асқақ сезімдерін қанағаттандыруда ерекше дара. Құран адам жаратылысына сәйкес болғандықтан, түсінетін дәрежеде сөз қозғап, ой санамызға қажетті барлық зәру ілімдерді үйретеді. Ендеше әр адам Аллах Тағаланың кәләмін қастерлеп, қасиетті Құранға үлкен құрмет көрсетуі керек. Мұсылманның қасиетті Құранға деген құрметі мынандай істер арқылы көрініс табады. Бірінші, қасиетті Құранды ықыласпен оқуымыз керек. Қасиетті Құранды оқу пендені жаратушына жақындататын ұлы құлшылық. Аллах Тағала қасиетті Құран Кәрімде сондай-ақ Құранды өте анықтап оқы деп бұйырады. Музаммил сүресінің 4 аятында. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Құран оқыңдар, өйткені ол қиямет күні өзін оқығандар үшін шапағатшы ретінде келеді деп біздерге қасиетті Құранды жиі оқуымызды өсиет етеді. Муслимнен келген хадистерінде. Тағы бір хадисінде қиямет күні Құран есіне оқы да көтеріліп, өміріңде қалай оқыған болсаң, солайша әр сөзді анық айтып оқы. Расында сенің орның соңғы оқылған аятыңа сәйкес болады деп айтылатын болады деген имам Абу Дауд Тирмизиден келтірілген хадистерінде. Алайда оны оқушы, жаттаушы, үйренуші, үйретуші адам ниетін жалғыз Аллах Тағаланың ризалығына бағыттауы керек. Имам Науави, Аллах оны рахмына алсын, Құран оқушыдан ең бірінші талап етілетін нәрсе ықылас, яғни ол арқылы тек Аллах Тағаланың ғана ризалығын қалап, одан басқа ешқандай мақсатты көздемеу қажет деген екен. Бұдан түсінетініміз, Құран оқушы адамдардың назарын өзіне аудару, оларды даусының әдемілігімен тамсандыру, кісілердің мақтауын күту, адамдардың арасында дәрежесінің көтерілуін қалау сынды істерді көздемеу керек. Мұндай аяттары жөнінде ойлану. Аллах Тағала Құран аяттарына ой жүгіртуге шақырып былай деген: саған аяттарын ойлансын, әрі ақыл иелері үгіт алсын деп мүбәрәк бір кітап түсірдік. Саад сүресінің 29 аятында айтады. Аяттағы тәдәббүр сөзі Құран турасында терең ойлану деген мағынаны білдіреді. Осылай ойлау арқылы Құранның негізгі мағыналары ашылды. Ибн Аббас, Аллах оны разы болсын, ондағы Құран аяттары жайында ойлап, оқылған 2 ракаат намаз жүректің қатысуынсыз оқылған
түні бойғы намаздан әлде қайда артық деп айтқан екен. Имам Замахшари білімі, түсінігі, тақуалығы жоқ және терең ойланбайтын адам Құраннан ләззат алу деген жетпейді болып саналады деген екен. Ендеше Құранның әрбір сөзінің өзіндік терең мағынасы бар. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы эпопеясында Зере әжесі дүниеден өткен кезде жас Абайдың Құран аударғаны былай сипатталған: Зерені қойып қайтқан күні кешке әжесінің төсегіне отырып алып Құран аударуға кірісті. Анасының ауырғанына арнайтын дағдылы Құран хатымды молдаға оқытпай өзі оқитын болды. Бір жұма бойы сол Құранды екі аударып шықты. Осы күндері ас үстінде Құнанбай Абайға жай аударады екенсің деп еді. Абай жауап айтқан жоқ. Анасына сауап болсын деп Құранды өзгеше ықыласпен асықпай соншалық мүлгіп мінәжат етіп оқиды. Құранның кейбір парасының үстінде ұзақ отырып қалып, жалғыз жасырын ойлар да ойлайды деп Абай атамыздың қасиетті Құранды ойланып оқығандығы жөнінде айтқан. Міне біз де Құранды тек көз жүгіртіп оқумен ғана шектелмей, оның аяттары жайында ой жүгіртіп ғибрат алуға тырысқанымыз жөн. Үшінші, Құранға махаббат қоюымыз керек. Құранға махаббат қойып ынтамен оқыған адамға Құран да солай жауап беріп, жаттаған аяттардың адамның көкейіне сіңуіне, ой жүгіртіп терең сырларын түсінуіне жол ашады. Құранға махаббат Аллах Тағалаға мен оның сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын деген махаббаттан туындайды. Абдуллах ибн Масуд, Алла оған разы болсын, кімде-кім Аллах Тағаланы және оның елшісін саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көруді қаласа, өзінің Құранға деген махаббатына қарасын. Егер ол Құранды жақсы көрсе, онда шынымен де Аллах Тағаланы және оның елшісін саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көргендігі деген шынымен де ілгеріде өткен ізгі адамдардың Құран кітабына деген махаббаты мен құрметі өзгеше болатын. Мысалы, Хазіреті Омар мен Хазіреті Осман радиаллаху анхума күнде таңертең тұрғанда кезде Құран кітабын сүюді әдетке айналдырған екен. Абдуллах ибн Омардың да осылай істегендігі турасында айтылады. Икрима Құранды кітапты алып бетіне көзіне тигізіп жылап, Раббымның сөзі, Раббымның кітабы деп Аллах Тағалаға деген тағзымы мен сүйіспеншілігін білдіретін болған екен. Себебі сахабалар Құранға деген мұндай сүйіспеншілік пен құрметті адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның бойынан көрген екен. Төртінші, Құран аяттары оқып естігенде жүректің ләззатқа бөленуі, ғашық адаммен сөйлескен жан оның әр сөзінен ләззат алып, онымен өткізген уақытының қалайша өтіп кеткендігін сезбей қалады. Сол секілді Құранға ғашық адам оны оқыған кезде жүрегі ерекше күйге түсіп, одан рухани ләззат алады. Даналардың қалаға мынандай қанатты сөзі бар: Құран оқыған алғашқы кезінде одан ешқандай әсер алмайтын едім. Кейін оқи беріп, бейне бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларына Құран оқып жатқандай күйді сезініп әсер алатын болдым. Құранды үздіксіз оқу арқылы Жәбірейіл періште пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға Құран түсіріп аяттарын үйретіп жатқанын сезінетіндей әсерде болдым. Одан кейін оқығандарымызда бейне бір жаратушымен тілдесіп отырғандай күйге түстім. Осы кезде Құранның шынайы ләззатын сезініп, оны оқымайынша сабыр сақтап тұра алмайтын болдым. Хазіреті Осман радиаллаху анху: осы себепті жүректерің тазарған болса, жаратушыларыңның сөзі Құранға тоймайтын едіңдер деп айтқан. Ендеше Құранды оқығанда тыңдаған кезіміздегі жүрегіміздің қандай күйде болатындығына мән беру аса маңызды. Жүрегі жаратушысы мен оның елшісіне саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатқа толы адам Аллах Тағаланың кәләмі оқылып жатқанда бей-жай күйде болмауы тиіс. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранды естуді ерекше жақсы көріп, өзгенің оқығанын естігенде көз жасын кернеп, ерекше әсерленетін болған. Ибн Масуд радиаллаху анху жеткізген хадисте бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған Құран оқышы деді. Мен: уа Алланың елшісі, Құран сізге түсірілген болса, мен оны сізге қалайша оқимын дедім. Сонда ол: расында мен оны басқа біреуден естігім келеді дейді. Сосын мен оған Ниса сүресін оқи бастадым. Әр үмметке бір айғақ келтіріп, сені де
оларға куә етіп келтірсек қандай болар еді деген 41-ші аятқа жеткен кезінде болды жарайды деді. Мен оған қарасам, оның көзі жаусырап жылап жатыр екен. Осылайша оның Құран аятына жылағанын көрдім дейді Бұхариден келтірілген хадисінде. 5-ші Құран аяттарын іске асыру. Аллах Тағала қасиетті Құранның Ан'ам сүресінің 155-ші аятында біз түсірген мүбәрәк кітап, енді соған еріңдер, тақуалық жасаңдар, мейірімге бөленесіңдер деп айтқан. Аяттағы Құранға еру дегеніміз оның адал дегенін адал, арам еткен арам деп білу, тыйым салғандарына аулақ болып, бұйрықтарын орындау деген сөз. Айша анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мінезі жайында сұрағанда, оның мінезі Құран еді деу осыдан. Демек, қасиетті Құранда қандай да бір көркем мінез турасында сипатталмасы, ол көркем мінез Хазіреті пайғамбарымыздың бойында болатын. Сол үшін пайғамбарымызды адамдар арасында жүрген тірі Құран еді деп сипаттайтын болған. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі келген сахабалар, табииндер, одан кейінгі ғұлама ғалымдардың барлығы Құран аяттарын іске асыруды Құранға деген әдептің негізгісі деп білген. Табиин өкілінің ғалымы Абу Абдуррахман ас-Сулами, біз 10 аят үйренген болсақ, онда қамтылған адал мен арам бұйрықтар мен тыйымдарды іске асырмай келесі 10 аятты жаттамайтын едік деп айтуы осыны меңзейді. Қасиетті Құран Аллах Тағаланың кәләмі, оның сақтаушысы Аллах Тағаланың өзі. Аллах Тағала қасиетті Құранның Хиджр сүресінің 9-ші аятында: шүбәсіз осынау зікірді Құранды біз түсірдік және оны сақтаушысы да өзіміз деп айтқан. Аллах Тағала баршамыздың қасиетті Рамазан айында жасаған құлшылықтарымызды, дұғаларымызды қабыл етсін.